Бізде водитель болып жүрген адамдар бар, қаншама машина алғысы келіп жүрген. Қолдарында первоначалкалар бар, бірақ олар жаңағы банктерге барса, салондарға барса, оларға бермейді, отказ береді бірден. Көп адамдар алдап сатып жатқан. Иә. Көп адамдар мен білем қымбат алып қойып жатады. Сол екеуін, мысалы, мына кісі кредитін төлей алмай жатыр, мына кісі сол машинаны армандап жүр. Біздер сол екеуін қосамыз да, мына кісі первоначалкасын мына адамға береді. Мына машина сатқан адам да риза, машина алған да риза. Екеуін нотариус арқылы тоғыстырып. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қалайсыздар? Достар, мен жақында ғана Шымкент қаласына, яғни ыстық өлкеге жазға барып келдім қонаққа. Адамдар одан да жылы. Қала ыстық, адамдар одан да жылы. Бүгінгі видеомызда, бүгінгі подкастта қонағымыз Мейірбек кәсіпкер, сол ыстық өлкеден келген. Сіздер Мейірбекті өте жақсы танисыздар, себебі бірінші подкастымыз автонесиесін төлей алмай жүргендерге көмектесеміз, төлеп береміз деген кезде сондай видео шығардық. Содан кейін Мейірбектің телефонына тыныштық болмай қойды. Барлығы хабарласып, менікін төле. Ассалаумағалейкум, Мейірбек. Осы бізге бір кішігірім бір айтып берсеңіз сол туралы. Бұрынғы видеодан кейін нелер өзгеріп жатыр? Адамдар көп па осы кредитін төлей алмай жүрген? Уағалейкум ассалам, бәке, жігіттер, барлықтарыңызға. Енді одан кейін, сол подкасттан кейін, бір 2-3 күннен кейін басталды ғой. WhatsAppқа жазу, звондау дегендер. Бірақ енді көбіне біздер ол жерде айтқан едік, тек қана көбілтқа ғана басымдылық береміз деп. Ол жерде енді көп қымбат көліктер де шықты, ескі көліктер де шықты. Ол жерде біз айтқан едік, 22 жылдан бастап қарастырамыз дедік қой. Көбілт желательно Chevrolet дедік. Ол жерде көп қымбат көліктер шықты біріншіден, екіншіден ескі көліктер де шықты. Үшіншіден біз алмаймыз десек, онда сендер неге айтасыңдар? Көмектесем дедіңдер, көмектессеңдерсей деген сияқты әңгімелер айтты. Тағы бір тарап пайда болды. Мен наличный кредитім бар еді. Соны жауап аласыңдар ма деп жазатындары бір шықты. Тағы бір тарап шықты. Мен машинам просрочкаға кетті. Жауап бере аласыздар ма, бірақ машинамды мен бермеймін, өзім айдап жүремін дегендері де шықты. Енді кішкене түсініспеушілік те болды, енді қатар хейт та болды, өздеріңіз білесіздер. Енді алғысын айтып жатқандар адамдар да болды. Бірақ енді барлығын как енді өмірдің шындығы ретінде қабылдап, қалай бар солай қабылдап, шамамыз келгенше көмектесуге тырыстық. Көмектескендеріміз де адамдар болды. Алдық та, бірақ енді машиналарды алып жұмыс жасап жатқан адамдардың саны құпия болсын әзірге. Жалпы сол бағытта қазір жұмыс жасап, ары қарай дамытып жатырмыз. Өте жақсы. Енді санын айтпаймыз дедіңіз, бірақ жақсы көмектесіп жатқан екенсіз. Олар, мен ойлаймын, олар қуанып жатыр. Төлей алмай жүріп, сізге тапсырып, қазір ештеңе уайымы жоқ, қайғысы жоқ. Өте жақсы. Енді қандай басқа ұсыныстар бар ма? Мен қазір бір қызығы, айта кететін қызығы. Таксиге мінсем, таксистер мені таниды. Сендер подкастта жүрген жігіттер емессіңдер ма? Жаңағыдай енді мақтайтындар да бар, алғыс айтатындар да, рахмет, әйтеуір көмектесуге тырысып жатыр екенсіңдер. Еще тағы бір жігіттер таксистер ғой енді, бізден қандай көмек айтыңдар, бізде көмектесейік шамам келгенше деген сияқты енді қолдау білдіріп жатқан жігіттер бар. Оларға рахмет. Енді әрине біздер енді бәріміз бірігіп, бір жұмылып жасайтын жұмыс ретінде қарап, солай істейік деп ұсыныс тастап жатыр да, бірақ енді ол жерде өзіміздің ұсыныс болғаннан кейін біз өзіміз оны жасаймыз, өзіміз іске асырамыз, және ол үшін өзіміз жауап береміз де. Енді қолдау көрсетіп жатқандарға да рахмет, және хейт етіп жатқандарға да рахмет. Енді ол хейт етіп жатқандар басында бұл жағдай болмағаннан кейін түсінбеген адамдар шығар деп ойлаймын. Қанша 2 ай өтті, 2 айдан әлі жазып отыр, бірақ арқасын жазып тұратындар да бар. Сосын машинада кредиті жоқ, просто білуге жазатындар да бар. Машиналарды алдық, одан кейін мынадай болды. Жоқ, біздер арендаға бермейміз, біздер мына машинадан тезірек құтылуымыз келеді деген тарап пайда болды. Енді біздер айтамыз, біз не істей аламыз десек, біздер машинаны выкупқа беріп жіберейік сендерге. Полный выкупқа алыңыздар деді. Негізінен көпшілік бөлік жаңа жазған, мысалы 100%-дің 70-80% бізге осындай ұсыныс айтты. Жаңағы енді мен ол кісілер басында жаңағы машинаны аламыз деп алды да, кейін төлей алмай 1-2 қиындықтан кейін, уже ауыз күйгеннен кейін, қателік жасағанын түсінгеннен кейін бізге обращаться етті деп қабылдадым оны. Себебі мен таксовать етемін деп машинаны кредитке алу
қателік екенін өздеріңіз де білесіздер. Себебі бір ДТП жарайды да оған. Егер артында сенетін еш нәрсесі болмаса, жұмыс болмаса немесе басқа келіп тұратын доход көзі болмаса, тек қана таксиге қарап отырған адам бір ДТП болатын болса, оның машинасы ремонтқа 2-3 айға кетеді, кейін просрочкаға кетеді, сөйтіп сондай жігіттерден маған хабарласты. Кейін машина қарасам, машинаның жағдайы совсем қиын қылған, өзі де такси өткен, кейін басқа біреуге, оның әлі төлейтін 6 жылы бар екен, 1 жылдың ішінде машина қатты шаршап тастаған. Сондай жігіттер де шықты. Енді олардың ұсынысы негізінен мен арендаға ала алмаймын десем, онда сатып беруге көмектесті деді. Одан кейін біздер бірнеше адамдыкін нотариус арқылы саттық, өзімізде алдық, өзіміздің ресурсымызға қарай алдық да. Енді бізге қанша адам хабарласады, оның барлығын ала алмаймыз ғой. Себебі тек қана көбірт емес, жаңағы айтып өткендей Элантрасы бар, жаңағы Грандеурлар бар, 75-терге дейін шықты, бізге аласыздар ма деп. Бірақ енді оның барлығын біз ол кезде жасай алмадық. Ал енді қазір соған сұранысқа бола біздер өзіміздің ұсынысымызды дайындап сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Өте жақсы. Яғни сізге осы біз бірінші подкасттан кейін шыққандардың барлығы машинамды сатып ал немесе выкупқа ал деп жатыр ма сонда? Иә, негізгі бөлігі менің машинамды сатып алыңыздар, мен осыны сіздерге толық берейін деп жатыр. Себебі арендаға мен алсам, ертең маған қайтарып берсеңіздер, мен оны қалай ары қарай төлеймін? Мен айтам, жоқ, біз ары қарай договорды келісімшартты ұзартамыз ғой деп. Мен сенбеушілік болып жатыр ма, машинам шаршатып қайтып қолыма береді деп жатыр ма? Енді ол негізі түсінікті нәрсе. Бірақ бізде адамдарға қараймыз ғой, біздер ұсыныс айтып тұрғаннан кейін бізде олай ерігіп біреудің мал мүлігіне былай пайда табайын деген ойымызда жоқ. Көмектесейік деген ойымыз болды. Бірақ енді осындай ұсыныстар көп бола бастағаннан біздер выкупқа алайық дедік. Қазір біздер выкупқа алып жатырмыз уже сондай машиналарды. Сіздер өздеріңіз компанияға аламыз. Адамдарда не ұсыныс бар, соған қарай жүйеңізді соған қарай жүрейік деп шештік. Енді мынандай тағы да айта кететін нәрсе, сол кезде жазған жігіттер болса, бізге қайтадан жазсаңыздар. Себебі біздерде қазір чат өшіп кеткен. Сол кездегі жазған жігіттерге қазір біздің менеджерлер тапқан нөмірлерге хабарласып жатыр да. Ал сол кезде өшіп кеткен нөмірлерді таппай қалдық. Достар, егер сіздер бұрынғы 2 ай бұрынғы подкастта мен арендаға бермеймін, тек қана выкуппен алса немесе осы машинамды сатып алса, яғни бағана арендасы выкупам дейді, сондайға өткізгісі келгендер болса, сол кезде сіздерге жоқ деген жауап берген болса, енді бұлар сол жүйені жолға қойды, себебі жазғандардың 70-80% соны қалап тұр екен. Сол үшін егер сіздер сондайды мүмкіншілікті өткізіп алсаңдар, қайта осы астындағы номерлерге жазсаңыздар, мейірбек, яғни солардың жұмысшылары барлығы сіздерге жауап беретін болады. Толық жауап беретін боламыз. Сондықтан өзіміз алып жатырмыз. Ал енді өзіміз алынбайтын көліктер бар ғой, қымбат көліктер бар. Оны біздер нотариус арқылы басқа бір машинаға мұқтаж адамға сатамыз. Сатамыз болғанда, мысалы сіздің көлігіңіз бар дейік, Элантраңыз бар, 1 жыл кредитін төлегенсіз, төлей алмай қиналып жатсыз. Сөйтіп бізге әкелесіз, біздер мына жақтан басқа бір адам, мысалы бізде водитель болып жүрген адамдар бар, қаншама машина алғысы келіп жүрген, қолдарында первоначалкалар бар, бірақ олар жаңағы банктерге барса, салондарға барса, оларға бермейді, отказ береді бірден. Ал мына кісінің қолында машинасы тұр. Мына кісінің қазіргі төлей алмай жатқан машинасы басқа бір черный списокте болсын, немесе счеттарында шектеу бар адамдар, есеп счеттарында шектеу бар адамдарға мына кісінің қолындағы машина арман да. Сол екеуін, мысалы мына кісі кредитін төлей алмай жатыр, мына кісі сол машинаны армандап жүр. Біздер сол екеуін қосамыз да, мына кісі первоначалкасын мына адамға береді. Мына машина сатқан адам да риза, машина алған да риза. Екеуін нотариус арқылы тоғыстырып, бір-біріне міндеттемелерін түсіндіріп, солай жібереміз. Және кредитті ертерек жабуға біздер міндеттейміз. Себебі мысалы Элантраның бір 5 жыл 6 жыл қалатын болса, оның кім төлеп жүруге қиын да, контроль етіп жүрген машинаның егесіне қиын ба. Себебі мүлік кімнің атында, барлық заңдық жауапкершілік сол мүліктің егесінің атында болады да. Сондықтан бір 3 жылдың ішінде әрі кетсе, соны жауып тастауға міндеттеп, егер жаба аламын, мен машина алуға дайынмын десе, барлық құжаттарын қарап, реттеп біздер мына кісінің машинасын алып, договор арендасы выкупын дейді ғой енді. Сондай жасап, мына адамға береміз. Ортада дәнекер боламыз да. Онда қазіргі заманда білес, барлығымыз қағаз жүзіне сенетін адамдарымыз. Сонда тапсырған адам сіздер арқылы адам табады, мен түсінуім бойынша. Барлық документтерін сіздер тексеріп, барлық жауапкершілікті сіздер аласыздар, және екеуін бір-бірін табыстырасыздар. Бұл жерде екі нәрсе бар. Біздер жауапкершілік алатын тарапымыз бар, және жауапкершілік алмайтын тарапымыз бар.
ол тарап деген мысалы егер машинаны біз толық арендаға выкуп қалатын болсақ, біздер толық оны мысалы біз сізден выкупқа аламыз да, оны мына жақтағы басқа жүргізушімізге выкупқа береміз. Сіздің келісім шартыңыз менімен жасалады. Сол кезде біздер толық жауапкершілікті аламыз. Ал жоқ, мен олай күтіп жүре алмаймын ұзақ уақыт. Біздер оны ертерек кредитін жаба алмаймыз да, біздер максимально кредитін жауып тұрамыз да, бірақ толық ертерек уақытын жаба алмаймыз. Жабуға да болады, бірақ біздер сіздің кредитіңізді уақытын жабамыз деп ол кісіге үміт беріп, сенімділік беріп қойсақ қиындау болады да. Ал біз 1 жылдан кейін жабамыз, 2 жылдан кейін жабамыз, бірақ бәрібір жауап аламыз оны. Ал мына екінші тарап бар. Жоқ, маған мен сендерге машинамда такси, бізде енді бәрібір такси ғой қалай дегенмен де. Жоқ, біз сендерге машина таксиге бермеймін, мен тек бір қадаммен жұмыс жасаймын десе, бізде сонда сол жағдайда ғана первоначалықпен басқа адам тауып беруге дайынбыз. Себебі паркты бізге береді, біздер оны әртүрлі жүргізушілерге береміз ғой. Сол кезде парктың выкуп болатын болса, бізде жауапкершілік болады, себебі біз әрбір жүргізушіні өзіміз қадағалаймыз. Ал екінші тарап, жоқ, мен бір адаммен жұмыс жасаймын десе, ол өзінің туысына болады, класстасына, басқа біреулерге біздер соның барлық жаңағы заңдылық жағын жасап береміз да. Келісім шартын жасап, нотариуспен бекітіп береміз. Өте жақсы. Сізде өткен видеода тек қана кобальт, көбінесе кобальт болса, немесе сол класстағы машиналар болса деп едіңіз. Сонда қазір бұл жүйе үлкейіп, яғни бұл барлығының сұрақтарына қарап үйреніп, барлық машиналарды алуға шештіңіздер. Шешім қабылдадыңыздар. Иә, қазір сондай шешім қабылдадық. Себебі 2 ай бұрын біздер 2 айдан кейін өстік біздер қазір. Адам санымыз да өсті, жұмыс жасайтын, енді тағы да басқалай машиналарымыз да көбейді дегендей, біздер одан да үлкенірек қадамдарға дайынбыз қазір. Сондықтан тек қана кобальтпен қазір шектелмейміз. Бірақ машинаның бірден айта кететін мәселе, машинаның бірінші жағдайына қараймыз, жылына қараймыз. Ал машина шаршап қалған болатын болса, онда қиындау. Себебі ертең оған жауапкершілікті кім алғысы келеді? Сіз алғыңыз келмейді ғой, мысалы. Машина, сізге бір машина келіп тұрса, сол сияқты. Ертең ол машинаның жағдайына қараймыз, егер машинаның иесі келісіп тұрса, машинаның жағдайы жақсы болатын болса, біз алуға дайынбыз. Және де ол кісінің де кредиті жабылады, біздің де жұмысымыз жүреді, екі жақта плюс та болады да. Бұл ұсыныстан, бұл сұраныстан туындаған ұсыныс. Бұл нарықтың заңдылығы болып тұр осы жерде. Ол кісілер бізге қаншалықты дәрежеде сұраныс беріп тұр, біздер ол кісілердің барлық сұраныстарын жабуға тырысып жатырмыз. Сіздерде былай екен да, кезінде 2004 жыл YouTube ашылған кезде танысу сайты болып ашылған екен да. Сосын барлық оны басқа бағытта қолданғаннан кейін, барлық өзінің өмірін түсіріп, әркімге көрсеткеннен кейін, олар сол адамдардың ұсынысына, яғни өзінің қолданысына қарай бағытын өзгерткен екен. Сол сияқты сіздерде басқа бағытқа бара жатып, адамдар мынаны қалап жатыр, бізге бұл бағытқа жүру керек екен деп өзгерген екенсіздер. Өте жақсы. Біз таза паркке береміз, паркпен жұмыс жасаймыз десе, біз де ол кісілермен жұмыс жасауға дайынбыз. Енді әрине қараймыз, бірінші машинаға қараймыз. Айтып өтетін мәселе бұл жерде. Себебі сіздер сөйтіп айтқан едіңіздер деген чтобы ертең әңгіме болмас үшін нақтысын айтып жатырмыз біздер. Иә, әрине қазіргі таңда қалай айтсам болады, өте көп адамдар алдап сатып жатқан. Көп адамдар мен білем қымбат алып қойып жатады. Шаршап қалған машинаны кішкене бояп, ой боялмаған, ой сызылмаған, не болмаған деп өте қымбатқа сатып жатыр. Сондай адамдар да бар әрине. Сол жағынан барлықтарыңыз өздеріңіздің машиналарыңыз жылына кредитіне байланысты мейірбекпен келісе бересіздер. Өткенде айта кететін мәселе осыған байланысты. Жаңағыдай бір кісі білмей алып қойды деп айтып жатсыз ғой. Мысалы сол сияқты бір кісілер басында Монза жаңадан келді ғой бізге, 11 миллион болып басталды ғой. Қазіргі мына 7,5 миллион. 7 миллион қазір 6,5-ға да табасын жақсы десең. Сол кезде басында кредитке алған бір кісі айына төлемі 298 мың теңге ай сайын төлейді екен. Ол Монзаға. Содан мен Евразия банкі арқылы алған, ашып қарасам, жүрегім ауырып кетті ана кісіге. Бірақ ешнәрсе деген жоқ бұл кісінің өзіне әрине. Себебі ананы жақындарда төлеу мүмкін емес. Себебі 300 мың теңгеден. Ай сайын сіз ананы міндетті түрде 7 жыл төлейсіз ғой. Себебі Евразиялық банк өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Ең пайызы жоғары 33%. Және ай сайын төлеген кезде 500 теңге, 600 теңгеден ғана азаяды негізгі қарызыңыз банктың алдындағы. Сіз сонда 298 мың теңге ана кісіге төлеген кезде
297.500 теңгесі пайызына кетеді да, ал қалған 500 теңгесі, 500-600 теңгесі асын негізгі борышқа кетеді. Және ол Евразийский банктың ерекшелігі, 3 төлемді бірден төлемесеңіз, уақытынан бұрын жаба алмайсыз. Бұл деген сіз 900.000 теңге төлеуіңіз керексіз. Сол кезде негізгі борышыңыз азаяды. Одан кейін сізге жаңа график сайды, одан кейін төлегеннің өзінде 260-250 көлемде төлейсіз. Ана кісіге қарадым да, енді мен көмектескім келіп тұр, іштей көмектескім келіп тұр, бірақ қайран келмеді біздің қолымыздан. Көмектесе алмадық. Себебі 300.000 теңге ол ертең маған да ауыр. Әрине мен ол кісінің көмектесуге енді ұсыныстар айтып көрдім. Ол кісілерді менің ұсынысымды қабылдамады. Себебі өздеріне минус. Енді мына жерде мен ол кісіге көмектесем де өзімді минусқа қоя алмаймын ғой. Әрине. Кез келген бизнесменнің заңы. Бірақ мен шамам келгенше өзімді нөлге дейін көмектесуге тырыстым. Одан кейін енді жүрегім ауырды. 3 әйел адам екен. Сонымен сөйтіп әзірге жыл жауып қоя салдық. Бірақ енді қазір ол кісілердің нөмірін қарайын десем таппай қалдым қазір. Мен қайттан шақырып сөйлеспекшімін да. Бағанадай біреуді тауып беріп, біздің жердегі мақсатымыз жігіттер нақты түсінуіміз керек. Біреудің арқасында бір пайда табу емес. Себебі жаңағы біздер жеке мен өз басым осындай кредит төлей алмай жатқан адамдардың саны өте көп деп ешқашан ойлаған емеспін. Оған дейін енді кішкене естіп жүрдік қой. Осындай болып қалыпты кредит елдің арасында болып жатқан әңгіме. Подкасттан кейін адамдар шықты. Одан кейін мен түсіндім. Одан кейін де бізге маған Инстаграмға, ТикТокқа жазып жатқан адамдар бар, төлей алмай жатыр мынау деп ше. Сол кезде ғана мен түсіндім. Бұл қазір тек қана бұл басы ғана бізде. Қазір 2 жылдан кейін білмеймін не болатынын. Дәл сондай кредитке алып төлей алмай жатқан адамдар саны өте көп болады. Біздер қазірден бастап шешсек соны, кредитін төлей алмай қалған адам үшін де ыңғайлы. Егер біз мына жақтан басқа бір клиент тауып береміз первоначалкасымен, ол кісі первоначалкасын машина хозяинына береді. Ол да риза. Ол кісінің қолында миллион жарым теңге қолына ақшасын алады. Мына кісі де риза, себебі ол кісі ақша машина ала алмай жүр. Мына кісі машина алып алады, мына кісіде просрочка болмайды. Және 2,5-3 жылдың ішінде жабылады кредиті. Ол бір. Және бұл жерде машинаны алған адам просрочка жасайтын болса, кредитін бір күн ескертіледі біріншісі. Одан артық просрочка жасайтын болса, машинаның иесі машинаны алып қоюға 100% құқысы бар. Себебі айтып отырмын жаңа, барлық материалдық жауапкершілік, құқықтық жауапкершілік машинаның иесінің мойнында болады. Кез келген жағдайда. Сондықтан және ол просрочка кете беретін болса, бұл кісіге де ыңғайсыз да. Себебі бұл адам машина сатқаннан кейін төленеді деп расчет жасайды да, мына жақтан басқа бір рассрочка болсын, өзіміздегі обычно ғой енді, балашағы бір телефон алам деп ойлауы мүмкін, немесе бір үйіне бір кішкене жиһаз алам деп ойлауы мүмкін рассрочкаға. Сондайсына жаға келген кезде бермей қалады, мына адамға запас шегіп қалады да, мына адамға запас зиян тиіп қалады да. Ол сондай мақсатта зиян тимегенсін деген мақсатта беріп отыр ғой. Бұл жерде сондай болмас үшін алып қою құқысы бар. Және штраф түседі. Штрафқа түскеннен кейін 1 аптаның ішінде төлемейтін болса, ескерту жасайды. Ал екінші рет сондай қайталанатын болса, машина алып қоюға толық құқысы бар. Себебі біздер шамамыз келгенше машинаның иесінің құқығын қорғауға тырысамыз. Себебі бұны алған адам 1 миллион, 1,5 миллион берген адамның жауапкершілігі бар адамда. Сондықтан машина алып қоятын болса, күйіп кетеді де 1,5 миллион теңге. Сондықтан мына адамда тырысады, мынаны уақытында төлеуге және тезірек төлеп шығарып алуға. Мына адамда сенімді болады да. Бұл жерде сондай нәрселер бар. Сондықтан екеуі әрдайым хабарласып отырады. Жаңағы несін жауып отырады, штрафтарын жауып отырады, кредиттерін жауып отырады. Сондай екеуі өзара ымыраған мәмілеге келеді. Мынандай нәрселер бар. Мен мысалы осы қалада отырсам, осы қалаға сата аламын ба деген. Жоқ, Қазақстанның кез келген қаласын сата аласыз. Ол әр адамның өзінің таңдауы, мүліктің иесінің таңдауы. Және бізге мынандай кісілер келіп жатыр, жоқ, менің машинам межгород такси жүрмесін деген адамдар бар. Ондай да шектеулер бар. Әр адам өзінің мүлкіне байланысты өзінің шектеуін өзі айтады. Біздер сол шектеулерге байланысты адамдар табамыз да, сол адамдармен кездестіреміз. Кездеседі, сөйлеседі. Егер екі жақ бір-бірін түсінсе, машинаны алатын болса, алады. Ал келісе алмайтын болса, мұнда әрине мүліктің иесі өзінің машинасы өзіне қала береді. Және де менің қаламнан ғана болсын дегендер бар. Сондай жағдайда қарастырамыз. Және мен GPS қоям машинаға дегендерді де қарастырамыз. Қойдырамыз. Себебі ертең жауапкершілік кісі болғаннан кейін ол кісі біліп отыру керек, кредит
толық жабылғанша сенімді болу керек мына екінші тарапқа. Екінші тарап кредит жапқаннан кейін мына адам заңды түрде машинасын мына кісінің атына аударып береді болды. Түсіндім. Менде бір сұрақ. Әзірге осындай шығатын жолды көріп тұрмыз. Бұл әлі уақыт өте дамуы мүмкін. Бірақ біздің әзірге көріп тұрғанымыз осы тупиковый жағдайдан кредитке алған адамдардың шығатын жолын осылай ғана көріп тұрмыз біздер. Енді бір сұрақ қойын. Сұрақтан бұрын өзім ойлаймын, бұл кеше сіздің инстаграмыңызда историяны көріп қалып түсініп қойдым мен оны. Анау красный список, желтый список, қызыл список дегеніңізден түсініп қойдым. Бұл тек қана кредит төлей алмай жүрген адамға емес, кредит ала алмай жүрген адамға да бір жақсы жері бар деп ойладым. Одан кейін енді қазір білесіз, хейтерлар өте көп. Қазір сұрақтарды немесе өзінің анау миынан шыққан нені ойламай жазу деген білесіз. Мейлі солар аман болсын, барлығымыз аман болайық. Сондайлар айтуы мүмкін. Сенде барлығы прозрачно болмауы мүмкін. Кредит төлей алмай жүрген адаммен басқа сөйлесесің, машина алып жатқан адаммен басқа сөйлесесің деп. Сол жерде екеуі бірге отырып келсе ме, прозрачный ма барлығы, екеуі біле ме, немен келісіп жатқанын, или сіз екеуін қойып, сіз мына жерде басқа договор жасайсыз ба? Жоқ, екеуі бізге, мысалы сіз машина сатасыз, бізге Демежан хабарласады, мен машина алайын деп едім деп. Жақсы, сіз 1 миллион первоначалка сұрап тұрсыз. Жақсы, Демежан, 1 миллион первоначалкың бар ма? Мына машина ұнап тұр ма? Алуға дайынсың ба? Все, мен дайым, екі қолымды көтеріп дайым дейді. Жақсы, онда мына кісіге бар деп мен сіздің нөміріңізді береміз. Сізбен сол жерге барады, машинаны толық көреді, сізбен толық сол жерден сөйлеседі. Егер келіссеңіз, бізге келесіздер, біз ары қарай оформлениемен айналысамыз. Бірінші сатушы мен алушы өздері келісіп алады. Келіскенден кейін ғана сіздер документациясымен айналысасыздар. Себебі айтып отырмын, келісе алмай қалуы болуы мүмкін. Машина алушы ұнамауы мүмкін, немесе машина сатушы ұнамауы мүмкін. Бұл негізгі атап өтетін фактор. Себебі мынау кішкене мінезі андай бір щепетильный адамдар дейді ғой. Олар мына екінші тараптың мазасын алады да. Өзіміз білеміз қазір. Өзім сол сферада жүргеннен кейін өте жақсы білеміз оны. Сондықтан егер екі жақ түсіністік тауып жататын болса, ешқандай проблема жоқ. Ал егер жоқ, мына маған болмайды екен, мына кісі болмайды екен, мына машина болмайды екен десе, пожалуйста. Біздер тарқасады да кете береді. Сіздер осы жүйе бойынша жұмысқа қашан кірістіңіздер? Біз осы кіріскенімізге бір 2-3 аптаны көлемінде болды. Біздер өзіміздің машиналарымызды сатып бастадық, өзімізде тұрған беріп бастадық. Одан кейін осындай адамдар обращаться етті. Ол кісілерді біз ұсыныс айттық, ол кісілер келісті. Солай қазір. Бұл жүйе бойынша жұмыс істеп жатқан адамдар да бар әрине. Иә. Өте күшті, жақсы. Мен ойлағам, сіздер енді ойластырдыңыздар деп. Жоқ, біз уже машина сатқан адамдарымыз бар, алған адамдарымыз бар, өзіміздің машинамызды выкупқа бергендеріміз бар. Солай жүріп жатыр қазір. Ең қымбат машина әзірге қандай болды? Осы 2-3 аптаның ішінде. Ең қымбат машина 12 миллион теңге машинасы болды ғой. Ең арзаны Chevrolet Nexia ғой енді. 4,5 миллион теңге ғой. Ал сатушы да келісті, алушы да келісті. Бұл жерде былай қарастыратын мәселе бар. Себебі ана TikTokқа біз видео салғанбыз, астынан неше түрлі хейт кетіп жатыр. Ойбай, мынаның проценті көп қой, туда-суда. Неге ол банкке барып, лучше мен миллион первоначалка бергенше сізге миллион первоначалка банкке бара алмайын ба деген ақылдылар бар. Жақсы, пожалуйста. Егер сіздің кредитіңіз, историяңыз жақсы болатын болса, барыңызды ала беріңіз. Ол жақсы. Біздер наоборот, сіз жақсы машина мінгеніңізді қалаймыз, бізде сіздердің. Қашанға дейін шірк машина, қашанға дейін біздер қазақтың балдары шірк машина міне беру керек. Бізде салоннан мінуіміз керек, сіздерде салоннан мінулеріңіз керек. Шамамыз келгенше комфортный условия жасаған бәріміз де қалаймыз. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар ғой. Ол машинаны сұрап тұрған сумманы машинаның иесі сұрап тұрған жоқ қой, ол основной банктың төлейтін ол жерде суммасы ғой. Мысалы, бізде бір мысал болды, мысал ретінде айтайын, мысалы Chevrolet Nexia'ны бір адам 1 жыл бұрын алған Каспий банк арқылы 4 жыл төлемі бар әлі. Ол өзі первоначалка сол кезде банкке 700 мың теңге төлеген. Содан біздер ол кісіні алдық, бірден сатылды енді ол машина. Айына 140 мың теңге төленеді. 148 ба, қателесуім мүмкін, примерно осындай. Ал енді одан төлемін жазып қойса, астына комментарий жазып отырды, мұны санап математиктер көбейт, мынауың асып кетті ғой деп. Әрине ол асып кетеді, себебі ол кредиттің машинасы. Ешкім таза машина
тұрғанда сізге рассрочка беріп жатқан жоқ, ол бірінші мәселе. Және 2-3 жыл машинаны 2-3 жылға выкупқа алсаңыз да сол ақшаны төлейсіз ғой. Кредитке алса одан да көп төлейді. Иә, кредитке алса одан да көп төлейді. Себебі бұл жерде бір адамның 5 жылға кредит алған болуы мүмкін, 2 жылын төлеп 3 жыл қалған болуы мүмкін. Немесе керісінше 3 жыл төленіп 2 жыл қалған болуы мүмкін. Бұл алған тарапқа негізінде плюс. Черный списокта тұрған адамға және счеттары шектеулі тұрған адамдарға өте ыңғайлы мүмкіндік. Еще біреулер жазып жіберді астына, черный списоктағы сен өзің черный списоктағы машина адамды қайттан черный списокқа тағайындап жатсың ғой, черный списоктағы бар адам қалай миллион теңге первоначалка табады дейді. Сонда черный списоктегі адам емес па, одан басқа ақша жоқ па не? Солай адамдар қарайды тұрады, ондай емес қой. Қаншама біздерде білеміз, мысалы, банк счеттар бұғатта тұрған адамдардың қаншасын білеміз, қаншама қолында первоначалка ақшасы бар, миллион, 2 миллион болса да ала алмайды. Себебі салондар бермейді ешкімге оны. Себебі банк арқылы. А біз бұл жерде жеке кездесіп жағдайды түсіндіргеннен кейін первоначалкасын береді, ол кісі де машиналы болады, машинаның иесі де ақшалы болады, және машинасы толық жабылатынында кепіл болады да, кредит жабылатынында. Болды. Өте жақсы. Енді осындай адамдар жолығып бір-бірінен машина алса, енді мынау бағанағы Евразийский банк сияқты процент көп жерден машина алу азаятын еді. Және бағанағы сатушы 1-2 жылын төлеп қойған, енді мүмкіншілігі жоқ, соған разы сатуға. Осы қазір қалған кредитті төлеп басында берген первоначальный берсе, сол жеткілікті деген адамдардан алсаңыздар, сіздер қазіргі анау Монзаларды алып алып 9 миллионға алып 20 миллион қып төлемейсіздер. Ол өте жақсы мүмкіншілік. Мен сіздің комментарияңызды көрдім видеоңызда, есептеп жазып қойыпты, сенің машинаң мынандай ақша шығады ғой деп. Сосын білесіздер, мен машинаны көп алам. Мен өзім алып жүрген банктермен есептеп қараған кезде 3 миллионға арзан тұр. Бағанағы есептеген адамы. Сосын мен де жазғым келді енді. Бірақ ондай жазған адам, ойламай жазған адам мен жазған нәрсені талқылаудың әрекетін жасамайды, тырыспайды. Себебі бұны бұны тек қана осы жермен отношениесі бар адамға түсінеді. Машина кредитке алып жүрген адам және әрдайым салондармен байланысы бар адам ғана түсінеді. Немесе өзінің басында жағдай болған адам түсінеді. Ал сырттан қарап отырған сырт көз сыншы дейді ғой бізде қазақта енді. Сырт көз сыншы ретінде осы сынап жатқан түрі ғой, ол да бізге мүмкін бір пайдасын тигізетін қайырлы жағы бар шығар. Ондай адамдардың да болған жақсы. Бірақ енді негізінен мен өзім бұл жерде қолдау болғанын қалар едім. Себебі бұл жерде ешкімнің біз мүддесін қорғап жатқан жоқпыз. Біздер банктың да мүддесін қорғамаймыз. Біздер автосалонның да мүддесін қорғамаймыз. Біздер қарапайым қара көздеріміздің ғана мүддесін қорғаймыз. Соғасқаларымыз қиналып қалмасын. Себебі мынау арендаға машина алып таксовать етіп жүр. Бұл арендаға 12 мың теңгеден береді мысалы. Ал мына алып тұрған машинасы намного арзанға түседі. Біздер осыны кісілерге түсіндіре алмаймыз ғой. Қарапайым мысал айтайын. Менің өзімнің жүргізушім бар. Әлі менде бар. Атын түсінсеп қандай машина жүрген айтпай қойдым. Мен ол кісіге айттым, осыны бізде машина бар. Сіз алсаңызшы десем. Санайтты. Жақсы, жеңшіңмен ақылдасам, пожалуйста, ақылдаса көр. Ертесі күні маған звондап тұр. Мен алмайтын болдым. Не болып қалды? Мен сізге ыңғайлы ең жақсы условияны айтып тұрмын ғой. Мен сіздің алғаныңызды қалап жатырмын. Себебі бұл қалай санасаңыз да выгодно. Жоқ, банкпен бірдей шығады ғой дейді. Жаңағыда мен санасам банктен 4 миллионға арзан да. Ал бұл машина жүргені 1 жыл болған. 4 жыл кредит алған. 5 жыл алған ғой. 4 жыл кредит алған. Первоначалкасы 1 миллион 200 дедім да. Первоначалка көп дейді. Ал мына машинаның сонда несі ай сайынғы санаған кезде, кредитін санаған кезде 7 мың теңгеден түсіп тұр суткасы. Күндігіне. Кобальт, иә. 7 мың теңгеден түсіп тұр. 205 мың ба, примерно сондай болады да. А миллион теңгесін беріп, мынаны алған ыңғайлы емес пе? Бұны кез келген уақытта заранее еще төлеп, сәл 2 мың теңге артық төлесеңіз, анау жабыла береді да. Мен осы кісіні айтып түсіндіре алмадым мен осы жағдайды. Былай қараған кезде енді кез келген адам түсіне алады деп ойлаймын, мен математикасы бар адам. Сонымен ол кісіге айттым, сіз тағы да ойлансаңызшы. Мен сізге келіңіз, офиске, мен сізге санап көрсетейін, өзім көрсетейін сізге. Себебі мен оны басқа адамға берім келіп тұрған жоқ. Сіздің жүргеніңізді қалап жатырмын. Сіз таңнан кешке дейін таксопкада жүресіз. Таңнан кешке дейін машинадасыз. Сол арендаңызды төлеп жатсыз деп санап көрсеткен бұл кісі. Ойланып қалды. Ойланып кетті сол. Білмедім, первоначалкасын көп түсініп тұр ма,
бірақ ол первоначалка берсе ертең ол ертең өзімде қалады да. Себебі ол менің қанша жылдан бері жүрген жүргізушім. Мен оның құқығын қорғап шамам келгенше көмектесем де оған. Мына машинаны алып қалуға көмектесем. Менде жүргізушілер бар, өте жақсы жүргізушілер бар, бірақ мен Астанада көпшілік біледі, мен өте арзан берем. Барлығы мен салыстырып көрсін, менікі өте арзан. Білемін. Комфорт плюс 15 мыңнан басталады. Өзім інілерім бар, 14,5 мыңнан айдап жүрген. Олар біледі. Негізі ал сыртта жаңа китайский Элантран кезінде 18 мың болды. Выкуп болса 20 мыңнан берді. Қазірде сондай емес пе? Қазірде сондай. Ал менде 16 мың, 15 мың, 16 мың, 15 мың. 16,5 мыңдық машина жоқ менде. Бір айға шаққан кезде біраз разница шығады ол жерден. Ал сол менде жақсы жүргізушілер барлығы талпынады. Выкупқа беріңізші. Мен оларға түсіндіре алмаймын. Бірінші мен кредитін төлеп алайын. Қазір саған 7 жыл, мен жақында ғана алғам. 7 жыл. Олар біліп тұр да, бәрібір айдайды 2 жыл. Бағана сіздің жүргізушіңіз сияқты. 2 жыл айдайды, сол уақыт өтіп кетеді. Мен алып алайын выкупқа деп әрекет жасап отыр, ал мен ұялып жатырмын. Мен 7 жыл кредитті төлеймін деп қазір саған үстіне кішкене ақша қосып айтатын болсам, сен мені жек көріп кетесің. Сен түсінбейсің мені. Сондай болып тұр ғой бұл жерде. Сол бағанағы көп адам осындай көзқарасы кішкене тарлау, бар жағынан, әр жағынан қарап көрмейді, бір жағынан қарайды да өзінің ойын тіліне шығара салады. Себебі біздер енді ешкімді сөкпейміз. Әр адам өзінше мемлекет. Әр адам өзінше ойлайды, өзінше санайды, және өзінше есебі бар да. Біздер ешкімнің есебіне кірмейміз. Біздер шамамыз келгенше ыңғайлы варианттарды ұсынамыз. Егер машина қымбат болып тұрса, мен өзі-ақ оны саттыққа қоймаймын. Себебі машина ол мына жаққа ертең қиналады да. Сосын ол соңында проблема болуы мүмкін да. Қымбат машиналарға мен итак қымбат машина болғанда енді статусына келіп тұрса. Ал өз-өзіне бағасына сай машинаны кез келген адам жұлып әкетеді оны. Қазақстанның қай жерінен болса да алып кетуге дайындау машинаны. Себебі машина өзінің бағасы тұрарлық, кредитте тұрса да. Ал енді кейбір машиналар бар, бағасы завышенный өте, кредитте де сондай. Өте жоғары. Мысалы, ол Қытайдың машиналары, мысалы, ашығын айтқан кезде. Ал оны санаған кезде қымбат шығады. Сондықтан мен оны алмауға тырысамын. Шамам келгенше өзін дәлелдеген машиналар, жаңағы Камрилар, Тойоталар болсын, Кобальттар болатын болсын, біздер көз жұмып ала береді машиналарды. Еще бір нәрсе бар. Негізінен жігіттер Камри сұрайды. Камри 30 бар ма, 35 бар ма, 40 бар ма, 60 бар ма деп солай сұрайды да. Ал басқа сосын жаңағы 15-тіктері өзіміздің пятнашка дейміз ғой, енді Нексиялар сондай сұрайды да. Ал бұл жерде ондай емес, одан қымбатырақ көліктер және басқаша көліктер бар да. Сондықтан бірақ енді олар да кетіп жатыр. Біз алып жатқан адамға да түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сатып жатқан тарапқа да түсіндіреміз. Себебі біз үшін екеуінің де минуста болмаған маңызды. Және алатын адамды біз тексереміз. Ол төлеу қабілеті бар ма, және төлеу қабілеті жоқ па? Төлеу қабілеті жоқ болатын болса, біздер онда рискі бар ол кісіге машинаны сатпаймыз. Ал егер төлем қабілеті, себебі ол документтерін әкеледі ғой. Жаңағы әйелінің документтерін, өзінің документтерін, барлық справкалерін әкеледі, көреміз. Ал егер бір нәрсесі бізге ұнамайтын болса, біз ол кісіге де отказ береміз да. Себебі мына адамның ертең мына адам арқылы жапа шеккенін біз де қаламаймыз. Бірақ екі жақ келісіп тұрса, біз оған тоже қарсы шыға алмаймыз да. Екі жақ келісіп, болды біз келістік, қол алысып деп тұрса, онда екі тарап. Бірақ міндетті түрде ескертесіз. Мына жігіттің жақында ғана осындай күнде жасап жүрген штрафы бар, немесе жақында ғана кредит займдары толып жатыр. Соны сататын адамға бірақ ескертесіз. Осындай адамның минустары бар екен деген сияқты. Себебі біздер былай айта кететін мәселе, мен былай оны ешкімге айтпаймын енді. Сатушыға да, сатып алушыға да айтпаймын. Біз документін тексереміз, осының данныйын қараймыз да. Қандай нелері бар. Егер ұнамайтын жаңа айтып отқаным сол ғой, мен документтері деп айтып отқаным сол. Ұнамайтын жақтар болса, біздер отказ береміз. Мүмкін біздер ол кісіге айтамыз. Мүмкін. Ертең бір арзанырақ машиналар шығады, сіз соны алсаңызшы. Себебі біз бәріміз комфортты қалаймыз ғой іштей. Мүмкіндігіңіз болмаса да біз жақсы машина отырғымыз келеді да. Ал манағыдай төлей алмайтын жағдай болатын болса, ертең ол тағы қиналып қалады да. Біз орда машина алып қалуға мәжбүрміз. Ал бірақ құйған первоначалкасы кетті. Видите, сондықтан екі жаққа да
сенімді, жақсы, нақты вариант жасап беруге тырысамыз. Әркім сатып жатқан машинаға әркім өзінің уровень дейміз ғой. Иә. Сол уровендегі адамды бір-біріне жолықтыру. Өзінің деңгейінде ғой, Иә. Енді бір сұрақ бар. Сізде мысалы қазір енді түсінуім бойынша сіз состояниесіне қарайсыз және кредит бағанағы сияқты ең арзан машина айына 350 мың болып тұрса оны кім алады? Иә. Сол жағына қарайсыз. Одан басқа шектеу бар ма? Мысалы, сізге 99 келді, немесе 15 келді, немесе 4 келді, осыны сатып бер деген сияқты. Ешқандай шектеу жоқ. Біздер мынандай нәрсе айтып бар. Біздер ондай ескі машиналарды сата алмаймыз, сатпаймыз. Біздер ондай машиналарды тек выкупқа ғана бере аламыз. Егер сондай машинам бар, выкупқа келсем деген адам болатын болса, первоначалды 500-600 мың теңгесін алып, сосын береміз. Негізі алушы тарапқа да ыңғайлы негізінде. Выкуппен алады да, төлеп, бірден ақша төлеуге міндетті емес. Себебі қазір оны төлейін десең 1 миллион, 1,5 миллион теңге болып қалады ондай машиналар. Ондай машина ешкімнің ақша қолында жоқ қой ешкімнің. Ал егер 500 мың теңге первоначалға беретін болса, 300 мың болуы мүмкін, ол машина жағдайына байланысты. Қалғанын бөліп береміз, соны төлейді ол. Төлегеннен толық сол кісінің атына өтеді. Иә, достар, осылай әркімнің өзінің деңгейіне байланысты, немесе кім өзінің қандай машина сатып жатқанына байланысты сол деңгейдегі адамдармен жолықтыру және барлық документациясын тексеру және документация бойынша өткізу барлығы осы Мейірбек кәсіпкердің қолында. Барлықтарыңыз егер сата алмай жүрсеңіз, негізі сатқыңыз келіп басқа машина алып, немесе кезінде қандай да бір черный списокқа кіріп первоначальныйыңыз бар ала алмай жүрген болсаңыз, іздесеңіз, осы Мейірбекке хабарлассаңыздар, сіздің деңгейіңіздегі машинаны тауып, сіздің төлеу қабілетіңізге қарап машиналарды тауып беру Мейірбектің жұмысы. Иә, сол барлығымыз қалаймыз. Ешқандай проблема болмаса екен, және екі жаққа да плюс болса, біздің мақсатымыз орындалды да, біздің миссиямыз орындалды. Енді Құдай сақтасын, неше түрлі проблема болуы мүмкін ғой. Ал ондай жағдай болатын болса, онда басқаша сөйлесетін боламыз да, екі тараппен де. Бұл жүйе ашылғаннан кейін сіздің бірінші ұсынысыңыз тоқтап қалған жоқ па? Түсінбедім. Арендаға машинаңызды алып, өткізіп береміз, кредитіңізді төлеп береміз деген ұсынысыңыз ол жабылып қалған жоқ па? Ол әзірге тоқтап тұр. Ол әзірге тоқтап тұр. Себебі адамдар бұл ұсынысқа қарағанда мына ұсынысты дұрыс көріп тұр. Ыңғайлырақ көріп жатыр. Негізі бұл ыңғайлырақ, мен солай ойлаймын. Бірақ енді бұл жерде біздің алдында берген ұсынысымыз уақытша еді ғой. Уақытша төлей алмай жатқан адамдар үшін, уақытша бізге беріңіздер дедік. Ал енді қазір мен көрдім, көзім жетті, қаншама адам кредиті бар машина сата алмай жүр. Жақсы, мына вторичный рынок дейді ғой. Ол жерден мысалы алсаңыз, екінші қолдан алсаңыз, ол жерде сату проблема жоқ. Аласыз, мысалы 5 миллионға алдыңыз, 4,5 миллион сатсаңыз да 300-400 мың теңге разница шығады, оны өзіңіздің қалтаңыздан төлей саласыз банкке. Ал мына салоннан алынған машиналар бар ғой, кобальттар болсын, жаңадан алынған машиналар бар ғой. Олар манағы өзінің бағасынан бір дополнительный оборудование қосады. Сосын мана банктың страховкаларын тағы қосқан кезде ол өзінің бағасынан өсіп кетеді да. Өзінің бағасынан өсіп кетеді. Сосын ол процент оған да қосылады ғой. Сөйтіп ол онан сайын ауыр болып кетеді төлеуге. Сондай жағдайда ғана машинаны тікелей сату ыңғайсыз. Сондықтан осындай басыл выкуппен басталып, солай жауап шығарып алу керек. Негізі мен бұл кісіні подкастқа шақырғам қонақ ретінде. Осы видеодан кейін біз екеуміз кәсіпкер болып кететін сияқтымыз, екеуміз бірге жұмыс істейтін сияқтымыз. Себебі қазір мен маған ұнап жатқан жері, партнер. Маған ұнап жатқан жері, егер сізге маған ұнайтын, білесіз қандай машина ұнайтын, Kia Ceed, Hyundai Elantra, Kia Cerato, сондай машиналар төлем жағынан кішкене аз болып, первоначальныйсы аз болып, сатам болып, төлеуге шамам келмейді, немесе төлеуден шаршадым, немесе мынау машина үйде артықшылық деген машиналар болса, сіз маған тікелей хабарға шықсаңыз, бірінші болып өзім көріп шықсам. Болды, Құдай қаласа барлығымыз TikTokқа, Instagramға, WhatsApp статус қалатын боламыз. Сол жерден кім өзіміздің адамдарына хабарласады, біздер сол кісіге береміз бірінші. Ол кісілер ұнатса алады, ұнатпаса ары қарап TikTokқа неге саламыз деген. Бағана сияқты әркім өз деңгейіндегі, өзінің қалауындағы машиналар. Біздің жаңа айтып жатқаным, біздің ниетіміз таза. Адамдарға шамамыз келгенше көмегіміз тисін деген ниеттеміз тек қана. Ал алдап кетейін, қалай мен бұларды алдап кетейін деген адамдар үшін біз басқа сөйлесеміз. Ол кісілермен ондай да бар ғой енді. Бірақ енді
біздің талабымыз, біз қалай ол кісілермен андай прозрачнымыз, ол кісілермен бізде прозрачный болса деген ғана талап болды, басқа ешнәрсе жоқ. Біздің қолымызда мүмкін үлкен ресурс болатын болса, мысалы елестетейікші, үлкен бір капиталға ие болсақ, біз мүмкін қазақ қоғамына одан да пайдалы нәрсе жасатын бедік, продукт. Ал қазіргі біздің қолымыздан келетіні ғана осы. Аз ақша шығарып, көп үлкен көлемді жасау осы ғана біздің қолымызда. Қазір ғана келеді. Айтып отырмын, біздің қолымызда үлкен мүмкіндік болса, бізде жаңа машинаны рассрочкаға бере беретінік. Банктың пайызын аз қалып, мысалы, алатын адамға. Онда мүмкіндік жоқ, тек қана қолымыздан келетіні осы. Осыған қолдау білдірсеңіз, жан-жақта барлықтарыңыз, сіздерге алғыстарымыз зор. Бір-біріңізге айта жүріңіздер. Шамамыз келгенше бір-бірімізді, біріңді қазақ, бірің дос дейді. Менің өзімнің жалпы ұстанымым да осы. Жалпы бүркіт сияқты шашу жеген жақсы көреміз де, басқаларымызға да пайдамыз тиіп, басқаларға да жақсы нәрсе айтылып, жақсы нәрсе жасалып жүрген жақсы көреміз. Тағы мынау біздің негатив жазатын, диванда отырып алып әркімнің бір ақшасын есептейтін жақсы жандарға айтарым бар. Сіздер бірінші барлық жағынан дұрыс қараңыздар, өтініш. Анау негативті жазудан бұрын да жаза беріңіздер, мен сіздерді ешкімді ұстамаймын. Бірақ барлық жағынан бір қарап шығып, бір үйреніп шығып жазсаңыздар өте бір жақсы болушы деп болатын еді деп ойлаймын. Себебі бұл қиындыққа түскен адам ғана осы тақырыпты түсінеді, және кезінде немесе қазір бір қандай да бір себептермен біреу досына машина алып беріп жатыр, біреу көршісіне алып беріп жатыр, сондай жағдайда черныйға кіріп кетіп, немесе біреуіне алып беріп сата алмай сондай кіргендерге өте жақсы ұсыныс деп ойладым өз басым. Сізде ондайлар болмады ма? Алданып қалған адамдар біреуге машина алып беріп, немесе? Болды ондай. Бағана айтқан мысалшы, айттым ғой, әйеліне досын алып берген. Сондай бір кісі келді бізге. Ол кісі ертең көріп өтсе өзі біледі бірден. Ол кісі машинаны досын алып берген екен өзінің әйелінің атына. Өзінің де шотында, банк шоттарында бұғатталған. Өзінің әйелінің атына досына берген ғой машинаны. Сөйтіп досын не істейді десеңізші, айдап жүреді, әр айдың төленетін уақыт келген кезде звондаймын дейді, телефон алмайды дейді, жауап бермейді, әні міне деген басталды дейді. Сосын өзім төлей бастадым дейді. Кейін анауың өзі кейін аударады дейді. Уақыттан кешік, сол бір ай, 2 ай, 6 ай шыдаған ғой бұл кісі. 6 айдан кейін барып, еще өздері ол кісі Шымкентте отыр. Досы машинаны айдап Астанаға келіп таксовать етіп жүр да. Сөйтіп осында келіп, машинаны алып, кейін сатуға мәжбүр болған да. Сол сіздерге шықты ма? Біздерге келді, ол кісі. Сатылды ма машина? Машина сатылды қазір. Машалла. Көрдіңіздер ме, достар? Әр жағынан қарап үйренейік. Бір көзімізді бір дұрыс қарап алып, жан жаққа қарамай, мынандай екен, бәлкім оның артында басқа нәрсе тұрған шығар. Сол үшін барлығын дұрыс түсініңіздер. Кезінде маған ұнаған еді Мейірбектің бастаған жұмысы, яғни такси саласына кіріп, сол таксиде не кемшілік болып жатыр, сол кемшіліктер бойынша жұмыс жасап, кімге не керек, не қажет, не көмек керек деп, міне қазір оны тек қана такси саласында емес, оны үлкейткен екен, ол барлық адамдарға пайдалы. Яғни машина ала алмай жүрген адамдар, ол міндетті емес ол таксист болуы. Ол басқа адамдарды, өзінің жұмысы бар, өзінің басқа нәрсесі бар, өзінің бизнесі бар. Сондай адамдарға да өте жақсы жүйені үлкейткен екен. Мейірбек, рахмет. Тағы бір осы адамдарға айтатыныңыз болса, түсіндіретініңіз болса. Жалпы айтқаны, біраз нәрсе айтқан сияқтымыз. Әзірге енді қысқаша біздің беретін түсініктемеміз осындай. Жалпы өткендегі ұсынысымыз туралы айттым, ұсынысымыздың нәтижесі туралы да айттым, алдық, жұмыс істесіп жатырмыз. Біздер енді кез келген ұсынысқа дайынбыз ғой, негізі одан бұрын айтқанбыз. Бірақ біздер енді бизнесте жүргеннен кейін кез келген жағдайға икемдене білуіміз керек та. Сондықтан бұл жаңа біздің айтып жатқанымыз сұраныстан пайда болған ұсыныстар. Жігіттер оған енді түсіністікпен
қарайтын шығар дегенде ниеттен ойдамыз. Мысалы біздер бірінші машинаны негізі так жазда сатқанбыз. Одан кейін тоқтатып көрейік дедік. Кейін енді одан кейін біздер жазда выкупқа бердік та. Кейін одан кейін барып осындай не шықты. Қазір осындай тоқтамға келіп тұрмыз. Енді ертең белгілі болады алдымызда қалай болады, қандай машиналар шығады, қандай адамдар шығады. Соған байланысты біздер әрдайым өзгертіп күрделендіріп отыратын боламыз да. Онан сайын бірден бір андай бір үлкен салон ашып береміз деп айта алмаймын. Енді ол үшін енді үлкен амбиция керек шығар. Бірақ біздің мақсатымыз ең бір салон ашу емес. Біздің мақсатымыз көмектесу, адамдар көмектесе. Ал егер енді қолдау білдіреміз, жақсы деген адамдар үшін біз әрдайым ашықпыз. Негізі суды үш бұрышты затқа салсаң, үш бұрыш пішімге келеді, төрт бұрышты затқа салсаң, төрт бұрышты, домалаққа салсаң, домалақ. Сол сияқты мейірбектің жүйесі адамдар нені қалайды, сол қалыпқа келеді. Сіздер бұл жүйені бір домалақ заттың ішіне салсаңыздар, ол домалақ заттың ішіне сияды. Яғни, былайша айтқанда гибкий дейді ғой. Сіздердің қалауларыңыз бойынша жұмыс істейтін жүйе. Өте қуаныштымын. Рахмет, Мейірбек. Алла разы болсын. Жұмысыңыз алға баса берсін. Алдайтын адамдар аз болсын. Көмектеріңіз көпке тисін. Мен рахмет, сіздерге де сәттілік тілеймін. Шаршамаңыздар. Жұмыстарыңыздың бәрі сәттілік. Әрдайым жолығып хабарласып тұрамыз ғой енді. Тағы да шығарып, Құдай қаласа, тағы да келесі нәтижелермен бөлісеміз. Тек жақсы нәтиже болып жассын тоқа. Тек қана қолдаушыларымыз көп болсын, қолдау білдірушілеріміз көп болсын. Әрдайым бізді жақсы түсінетін жігіттер көп болса, біздің қоғамда, біздің жұмыста, жалпы біздің сфера, такси сферасы да онан сайын дамиды деген ойдамын, және сенімдемін. Мінекей достар, осындай бір әдемі бір сұхбат подкаст болды. Егер осы видеоны таратсаңыздар, сіздер осы отырып тұрып адамдарға көмектескен болатын едіңіздер. Бәлкім сіздер болмасаңыздар, басқа адамдар осындай көмекке мұқтаж болуы мүмкін. Рахмет барлықтарыңызға, сау аман болыңыздар.